Бәріне сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге осындай үй жағдайындағы жасалатын шашлык рецептісін түсірдім. Бұл тағамды пісіру өте оп-оңай. Ең алдымен мен барлық көкөністерді, тауық етін осылай төрт бұрышты қылып турап алдым. Содан соң мен барлық ингредиенттерді тереңдеу ыдысқа саламын да маринад жасауға көшемін. Менің маринадтың рецебі өте оп-оңай. Әрине дәміне қарай тұз қостым, қара бұрыш, красная молотая паприка, сушеный чеснок және де соевый соус қосамын. Барлығын жақсылап араластырып, 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Біздің тауық етіміз маринадталды, енді барлығын осылай шпажкаға кигізетін боламыз. Менде бүгін гарнирге картоп, сол үшін картопты да осылай духовкада пісіретін боламын. Ал содан кейін 180 градусқа дейін қыздырылған духовкаға 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Менің домашний кebabым дайын болды. Бәріне ас дәмді болсын.